жаңа көп қабатты үйде тұрамыз. Апталап, айлап біз жаңағы осы 1-2 айдың көлемінде мусорды шығарта алмаймыз. Жоқ, жауап неге бермейсіздер? Жауап беру керек қой. Міндетті түрде жазасыздар. Бұл кісілерге ресми түрде жауап беру керек. Заң мен әділдік жай қағаз бетінде емес, халық арасында талқылануы керек. Қылмыстардың саны өседі екен, өсіп отыр екен. Талас ауданына келіп қалдық. Себеп Жамбыл облысының прокуроры халықпен кездеспек. Заң мен әділдік жай қағаз бетінде емес, халық арасында талқылануы керек. Әділдік сұралмайды, талап етіледі. Бүгін сөз халықта. Көптен күткен облыс прокуроры келді, халық сұрақтарын дайындап жатыр. Онда әртүрлі жауапты мамандар отыр, әртүрлі сұрақтарға жауап беретін. Енді прокурорға қойылатын сұрақтар бөлек. Қандай сұрағыңыз бар? 2 жылдан бері алимент өндіре алмай жүрмін. Қай кезден бастап? Қанша мөлшер болды? 22 жылдан бері бергем алиментке. Содан бері. Жолдасыңыз, бұрынғы жолдасыңыз осында тұрушы ма еді? Осында тұратын, Алматыға көшіп кетті ол. Алматыға көшіп кетті? Осы жердегі сот орындаушыларына бергем. Оларда болдыңыздар ма? Болдым. Олар не дейді, сот орындаушылар? Шешілмеді олар. Жауабы. Қалай мәселе қалай шешіліп жатыр? Неге жауап бермейсіздер? Берешегі қандай енді? Алматы қаласында құжаттар. Жоқ, жауап неге бермейсіздер? Жауап беру керек қой. Міндетті түрде жазасыздар. Бұл кісілерге ресми түрде жауап беру керек. Қайтадан арызданып айту керек еді онда. Жазып беру керек еді. Осында жауап бермей тұрмағанда. Солай деп келсек онда. Жақсы. Сау болың. Шара көреміз енді. Айта беріңіз сұрағыңызды. Сұрақ соны жеке не алайын деп кішігірім бизнес қылайын. Қайтарымсыз грант. Жылдамдық жасау керек, егер сертификатыңыз болмаса, ол заң талапқа сай ешкімсіз қабылдаймын. Ол міндетті түрде ғой. Грант алу үшін және сертификат болу. Ол арнайы оқиды ғой ол. Сол емес пе? Бизнес бастау бойынша арнайы оқиды. Ол мемлекетті ақша бөлгенде ол бәрі тиімді қолдану үшін сондай талаптар қойған. Ол талаптар орындалу керек. 2013 жылдан бері кезеңде тұрмын. Қазіргі таңда енді кезек жылжып келе жатыр. Сол енді кезең қай уақытта беріледі. Сол бойынша. Аудан әкімі де қазір айтып отыр ғой, егерде екінші кезектесіз ғой да? Онда осы кезекке кіріп отырсыз сонда. Солай ғой да? Иә, келіп отыр. Екінші кезекте осы келіп отыр. Дұрыс сонда. Дұрыс, рахмет аға. Жаңа көп қабатты үйде тұрамыз. Апталап, айлап біз жаңағы осы 1-2 айдың көлемінде мусорды шығарта алмаймыз. 2 организацияға жаңағы 2 кәсіпкерлерге бөлісе беріп тұрғанда Жаңағы мусор бойынша дұрыс айтасыз, 2 мердігер болған. Бір мердігерді жаңағы жосыз қалдық, ол қазір жаңағы заң талаптарына сай ыстырып, бір мердігерге жұмыстар жүргізіледі. Олар енді белгіленді ме? Олар белгіленді. Қазір енді олар жұмысын бастайды. Бұл жерде енді жаңағындай мәселе болған. Енді жаңағы бөлімдер дұрыстап істеу керек. Қойып отқан сұрақтар дұрыс қой. Әділдік кабинетте емес, ел арасында орнау керек. Бүгінгі жиынның басты мақсаты осы болды. Одан бөлек облыстық прокурорға аудандағы бұзақылық пен қылмыстар туралы ақпарат айтылды. Генерал жағдайдың мән-жайын егжей-тегжейлі қарауды тапсырды. Қоғамдық тәртіпке нұқсан келтіретін мұндай жайттар назардан тыс қалмау керектігін ескертті. Қылмыс және сотта көп тіркеледі. Қазір осы жерге бүкіл жеке құрам жұмылдырып, профилактика шаралары тиісті жүргізілді. Қойылым бойынша бекітілді қызметкерлер. Енді ешқандай қоғамдық жерде қылмыстардың саны өседі екен, өсіп отыр екен. қоғамдық онда бізде неге түспейді? Одан кейін жаңағы сендерде ұрлық болған көбейіп жатыр да? Статистика бойынша. мал ұрлығы бізде жақын араласқан. Құмда бәрінің территориясы араласады ғой. Сол жерде бізде жасап жүрген бұрыннан өз группалар бар еді, соны құрықтауға мүмкіндік болмай жүр. Биыл сол 2 топ бірден алынды ғой. Бұзақылық жасап жүрген азаматтардың санаулы ғой, білесің ғой кім екенін. Ұрынып жүрген болса, онда шақыртып түсіндіру керек. Түсінбесе уже жаңағы жауапкершіліктерін қарау керек. Әкімшілік жауапкершілігі бар, басқасы бар. Қайда маман? Аудандық полиция
районының жергілікті полиция қызметі бөлімшесінің отбасылық тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қарсы күрес тобының аға инспекторы полиция майоры Кенжеқұл Мұхтарқызы. Сіздерде психологтар бөлек істейді ме сіздермен, әлде сіз психологтар ретінде жұмыс істейсіздер? Жоқ, бізде арнайы психолог мамандар бар, солармен бірге 24/7. Қандай проблемалық сұрақтар бар бүгінгі күні осы мәселе бойынша? Бізде қазіргі таңда Жалпы сіздерде де сан өсіп жатыр ғой енді. Түсінікті, заң өзгерді, солай ғой. Талаптар күшейді. Бізде қазіргі таңда тек қана Талас аудандық кеңес беру кабинеті бар. Басқа аудандарда орталық ашылған. Сол орталық бізде 2026 жылға қарастырылып отыр. Сол ашылған кезде барлық келеңсіздіктер, кемшіліктер орын алмайды деп ойлаймын. Себебі барлық әйелдерге орын жаңағы болса, кез келген уақытта біз әйелдерді сол жерге апарып, кез келген психолог мамандармен бірге, социолог мамандармен бірге жұмыс жасайтын ек деген ойым бар менің. Ал қазіргі таңда ешқандай кемшіліктер жоқ. Психолог маман бар, әлеуметтік маман бар, солармен бірге жұмыс жасап, әйелдерге және балаларға көмектесеміз. Бұзушылық жасайтын азаматтарды тәртіпті күшейту үшін не істеу керек? Тәртіпті күшейту үшін мен ойлаймын, Талас ауданында жаңағы бізде не жоқ қой, масан күйде болған адамдарды қамайтын наркологиялық бөлімше, үлкен бөлімше ашылса деп ұсыныс тастар едім. Сол енді жоқ қой демейміз ондай. Рұқсат Құржай әңгіме болған соң ол қалады. Немесе жаңағы салу керек дейсің, ол салынбайтын нәрсе жақын арада. Сондықтан басқа жолдарын қарау керек. Ол үшін мынау учаскелік инспекторлар мықты жұмыс істеу керек. Әкімшілік жауапкершілікке тартыңыздар. Одан кейін басқа нені өздеріңіздің жаңағы подходтарыңыз бөлек қой бер жақта. Көріңіздер, мүмкін тағда жолдары бар ма екен, аудан прокурор осында ғой, Навод. Қараңыздар, негізі әрбір жерде бұл мәселе бар, жалпы бұл саланы күшейтіліп жатыр, солай ғой? Күшейтіліп жатыр. Сондықтан сіздердің жұмыстарыңыз не болу, сапалы болу керек те бұл. 62 тіркеуде тұрған әрбірімен отбасымен жұмыс істеу керек бұл.